Қазіргі таңда әлемде құмар ойындардан 350 миллион адам зардап шегіп отыр. Ал елімізде бүгін 36 мыңнан астам адам аталған психологиялық дертке шалдыққан. Статистикаға сәйкес, Қазақстанда құмар ойынның кесірінен 735 адам өз-өзіне қол жұмсаған. Отбасының ойран болып, ажырасуға алып келетін негізгі факторлардың бірі де лудомания. Себебі еліміздегі ажырасқан әрбір үшінші отбасы құмар ойынның салдарынан болып отыр. Ең сорақысы, қазақстандықтар соңғы 3 жылда триллион теңгеден астам қаржы жұмсаған. Лудомания психологиялық ауытқу. Адам өміріне үлкен қауіп төндіретін дерттердің бірі. Лудоманияға шалдыққан адамдар алкогольді ішімдік пен есірткіге тәуелді болып қалуы ықтимал. Ал іс насырға шапса, мұның арты тіпті суицидке де апарады.